for the next big thing. I'll see you soon on the other side. I'm grateful for the memories. We're aiming for the next big thing. Саламатсыздарбы, біз бүгін осындай hand animation жасайтын боламыз. Ол үшін біз openschool.kz сайтына кіріп, бағдарламалар жүктеп алу дегенге кіріп, скачать hand animation деп, егер компьютер 32 битный болса, 32 битті, ал 64 битный болса, 64 битті жүктеп аламыз. Мінекей жүктеп алдық. Енді осыған установка жасаймыз. Тез болады и finish деп басып, жаңағы программамызды ашамыз. Мінекей ашылды. Мынау сол бөлікте қоя алатын заттарымыз көрініп тұр. Ортаңғы бөлік біздің маңызды главный экранымыз. Мінекей мысалы рисунок от руки деген басып, мына жаққа сурет салсақ болады өзіміз мысалға. Былай мысалға келтіре салайын. Болмаса картинкиді басып, картинкиларды қойсақ болады. Әртүрлі фигуралар, круг, эллипс, сондай-ақ әрине текстті қойсақ болады. Енді біз текстті қояйық. Текстті тартып әкеліп осында қоямыз. Мінекей бірден текстке жазу керек сөздеріміз жазамыз. Және де осы бір текстке ұзыннан сөз сыймайды. Сол себепті каждый жолды жеке-жеке жазып отырмыз керек. Мысалы, ұстаздар каналы десем, бұл астыға түспейді. Сондықтан мұны өшіріп, сәлеметсіздер ме дегенді жазамын. Сөйтіп, астына ұстаздар каналы және оның астына қош келдіңіздер деп жазамын. Астындағы артықтарды delete басып, өшіріп тастай саламын. Және де басқа тексттерді кезегімен қойып шығамын. Сондай-ақ мынандай связкалар әр сөзге жалғанып тұру керек. Және ең бірінші связка жоғарыда тұрған төртбұрыштан бастап сәлеметсіздерге барып, соңғы связка бос төртбұрышқа бару керек олда. Сол кезде ғана біздің қолымыз ретімен былай жазып көрсетіп шығады. Картинки деген астындағы пустой объект тұр. Соны ең соңына қою керек. Сол кезде ғана біздің видеомыз толық шығады. Осылайша сөздерді бір жерге жинақтап қойып, олардың түстерін өзгертемін. Сол жақта цвет пера деген жерден цветті таңдай береміз. Сөздерімізді жинақтап алайық жоғарыға қарай. Связкаларымыз барлығы байланысып тұру керек. Міне сол жақтан цвет пера деп таңдап, цветті өзгертіп шығарамыз. Енді пустой объект дегенді соңғы связкамызға бір рет қоямыз, және бастапқы пустой объектіні барлық сөзімізбен бірге сәйкестендіріп қоямыз. Яғни осы бойынша біздің қолымыздағы карандаш жүретін болады. Және осыны видео қылып сақтаймыз. Файл сохранить как деп. Мінекей видеомыз сақтадық. Рабочий столда мінекей ашып көрсетейік. Міне. Мінекей біздің видеомыз дайын болды. Осылайша біз hand animationға әртүрлі фотосуреттер қоссақ та болады. Жаңа тақырыптар түсіндіру кезінде осы бағдарламаны қолданған өте ыңғайлы. Және де балалардың қызығушылығын тудырады.